أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Бүгіннен бастап имам Науави рахимахулланың Әл-Арбаин Ан-Науавия атты хадистер жинағы кітабын бастайтын боламыз. Осы хадистерді ашықтап түсіндірмек. Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен қауым. Сіздермен бірге имам Науавидің 40 хадисін аптасына 2 реттен шығарып келеміз. Бірге болғандарыңыз үшін рахмет, және де арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал қазір болса имам Науавидің 13-ші хадисін ашықтайтын боламыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Бүгін имам Науавидің рахимахуллах 40 хадис жинағының 13-ші хадисіне тоқталатын боламыз. Имам Науави рахимахуллах айтады: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Хадистің аудармасы: қайсы бірің өзіңе қалағанда өзге мұсылман бауырына қаламайынша иман еткен болмайсыңдар. Бұл хадисті имам Бухари, имам Муслим рахимахумаллах сахих жинақтарында жеткізген. Хадисті жеткізуші сахабаға қысқаша тоқталатын болсақ, толық аты Абу Хамза Анас ибн Малик ибн Надр ибн Дамдам әл-Хазраджи әл-Ансари радиаллаху анху. Оның шешесі де сахаба болған. Аты Умму Сулайм бинт Милхан ибн Халид радиаллаху анха. Анас радиаллаху анхудың шешесі де тарихта үлкен әріппенен білінген кісі. Себебі ол кісі мәһәрі ең қымбат болған әйел деген атпен танылған. Себебі күйеуі қайтыс болғаннан кейін қолын сұрап келген Абу Талхаға ол мұсылман болмайынша оған тұрмысқа шыға алмайтынын айтқан. Яғни неке сыйлығы ретінде оның исламды қабылдауын сұраған. Сөйтіп Абу Талха исламды қабылдайды. Артынша бұл кісінің осы сыйлығы ең қымбат сыйлық ретінде білінген. Ары қаратай Анас радиаллаху анхудың халық арасында Абу Хамза деген де аты бар. Бұл атауды оған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өзі берген. Анас радиаллаху анху хижраға дейінгі 10-шы жылы дүниеге келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хижрат жасап Мадинаға көшіп келгеннен кейін шешесі оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қызметші ретінде табыстаған. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасында жүріп, пайғамбарымыз дүниеден өткенге дейін қызмет еткен. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сырласы болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған дұға жасаған. Сол дұғаның берекеті ретінде ол кісі дүниеде өте көп үбірлі-шүбірлі балалы шағалы болған, және де дүниеде де еш тарылмаған. Тіпті дүниеден өткен кезінде артында 123 ұрпағы қалғандығы туралы айтылған. Анас радиаллаху анху хадисті ең көп жеткізген сахабалардың бірі. Ол бас-аяғы пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам 2286 хадис жеткізген. Анас радиаллаху анху хижраның 93-ші жылы Басра қаласында дүние салған. Хадистің түсіндірмесіне келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисінде мұсылмандарды ерекшелейтін негізгі бір сипатты түсіндіруде. Ол деген әрбір мұсылман адам өзі үшін жақсы көрген нәрсені өзгелер үшін де жақсы көруі керектігі. Себебі өзіне жақсы көрген нәрсені өзгеге жақсы көре отырып адамдардың арасында сүйіспеншілік, жылы қарым-қатынас пайда болады. Ал бұл сияқты сипаты бар қоғам ол тек қана түзелетін болады және де жақсылыққа бет алады. Бұл қоғамда алауыздық, бірін-бірі көре алмаушылық, бірін-бірі жек көру деген сияқты сипаттар өздігіменен жоғала бастайды. Сөйтіп адамдардың арасында өзара жәрдем, бір-біріне деген мейірімділік, рахымдылық оянады. Осы тұрғыда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мынадай бір хадистері бар. Әл-мар'у ма'a ман ахабб. Адам өзінің жақсы көргенімен бірге. Тағы да бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: Әл-мар'у аля дини халилихи, фалянзур ахадукум иля ман юхалил. Адам өзінің ең бір жақсы көрген
досының дінінде. Ендеше әркім кіммен дос болып жүргеніне қарасын дейді. Яғни осы хадистердің мағынасына қарайтын болсақ, онда әрбір мұсылман адам өзгелерге жақсы нәрсені тілеуі керек деген мағынаменен қатар, әрбір мұсылман адам өзінің қасындағы адамдарды да таңдауы керектігін көруге болады. Яғни адам басқаларға жақсылық тілей алу үшін сондай бір қоғам қалыптастыру керек. Ол қоғамға өзі қарап сүйсіну керек, және де ол қоғам да оған қарап өзіне керекті нәрсесін ала алатындай болуы керек. Бірде үлкен ғұламалардың бірі Ахнаф деген кісіге адамдар сұрақ қойған екен: сен мынадай бір көркем сипаттарға, көркем ақылық мінезге қалай ие болдың деген кезде, мен өзімнен сабақ алдым деген екен. Адамдар сұрайды, бұл қалай деген кезде, әлі кісі жауап берген екен: мен өзге адамдардың бойынан бір жағымсыз нәрселерді көрген кезінде, мен ол нәрсені ұнатпайтын едім. Сол сипаттарды менен де басқалар көрмесін деп, мен өзімнің сол сипаттарымды емдеуге кірістім деген екен. Ал бұл сияқты көркем сипаттарға ие болу үшін не істеу керек дейтін болса, ғұламалар айтады, адам ол кезде үлкен ғалым кісілерменен, салихалы адамдарменен және де жақсы орталарменен араласу керек, достасу керек. Себебі орта дұрыс болатын болса, айналасындағы адамдар жақсы болатын болса, онда адам жақсы істерді істеуі жеңіл келеді. Ол адамдарға жақсылықты да қалауы оңай болады. Ал егер адамның өзінің араласып жүрген ортасы өте нашар орта болатын болса, онда адам жақсылық жасау деген сынды пікірлерден алыс болады. Адамның өзі үшін жақсы көруі деген сөзді толыққанды түсіну үшін оның артқы мағынасына бір қарауымыз керек. Яғни адам жақсы көре алмаған кезде не істейді? Ондай кезде адам көре алмайды, немесе қызғанышқа ұрынады. Адам өзге адамдарға жақсылық сыйлай алу үшін өзінің бойындағы қызғанышты жеңе білуі керек. Алайда қызғаныш атаулының барлығы жаман емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде мына екі адамға қызғаныш жасауға болады дейді. Оның біріне Алла тағала мал берген, және де ол малын күндіз түні Алла жолында сарп етумен болады. Ал енді бір адамға Алла тағала Құранды берген, ол оны күндіз түні оқитын болады. Яғни адамдар осы сияқты бір жақсы сипаттарға ие болған кезде, оларға қызығып та, қызғанып та қарауға болады. Ал енді бұл қызғаныш өзінің функциясын жоғалтып алып, дүниелік мәселемен ғана шектеліп қалатын болса, яғни мен анадан да бір жақсы үйде тұрсам екен, мен ана кісінің машинасынан да бір жақсы көлік ала алсам екен деген сияқты бір дүниелік мағыналарда бір қызғаныштар болатын болса, әрине бұл қызғаныштардың ешбірі құпталмайды. Хадистің соңында осы хадистен нендей пайдалар алуға болатынына қысқаша тоқталсақ болады. Әрине бұл хадистен алынатын пайдалар өте көп, дегенмен біз Әл-Ануар Ал-Мухаммадия атты кітабында доктор Хишам Камилдің көрсеткен мына 4 пайдасымен ғана шектелеміз. Біріншісі, мұсылман адам өзіне тілеген жақсылықты өзге мұсылмандарға да қалауы бұл діннің талаптарынан. Екіншісі, ең жақсы қоғам оның ішіндегі мүшелері бір-біріне жақсылық тілеген қоғам. Үшіншісі, бақыттың кілті адамдардың бірін-бірі жақсы көруі, жақсы мәміледе болуы. Төртіншісі, өзіне тілемегенді өзгеге де тілемеу, бұл имандылықтың белгісі. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.